Қазір біз сіздермен модель входаларды қарастыратын боламыз. Бізде үлкен таймфреймдегі 1 сағаттық немесе 4 сағаттық XTF таймфреймдерде ликвидностьтің снятиясы болған соң, біз әрине кіші таймфреймге өтіп, слом структуры іздеуіміз керек. Яғни, баға бізде соңғы минимумды жаңартқан кезде, бізде осы моментте рынокта структура бұзылады. Яғни, мына жерде біз бос деп белгілеп қоямыз. Біз сделкаға әрине коррекция кезінде имбаланстардан кіре аламыз. Яғни, біздің точка входамыз как раз таки коррекция кезінде имбаланс да болады. Осындай модель. Немесе біз осы моментте Fibonacci тартыламыз. Яғни, максимумнан минимумға қарай. Бізде осы моментте 0.5-0.6 дейін уровеньдар бұл коррекцияның кезіндегі сильный уровеньдарға жатады. Осы моментте біз позицияға осылай кірсек, стоп-лоссымыз әрине максимумда, take profit бізде ближайший минимумда болады. Толықтай ақпарат алуларыңыз келсе, төмендегі видеоға өтіңіз.